Сәлем, әр апта сайын сіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызды рейтингін анықтайтын кол тізбе. Назарларыңызда. Бүгін біз отандық танымал әншілердің бейнебаяндарын сөз етеміз. Көп жағдайда біраз әртістердің ұсынған сапалы туындылары аз қаралып, халықтың назарынан тыс қалып жатады. Ал дәл қазір біз сол бейнеклиптерге тоқталамыз. Ендеше, кеттік. 5-ші орын. Бүгін бестікті Ернар Садырбаев ашты. Көбіне Ернар халық арасында әміре лақабатымен танымал. Әнші көптеген халықаралық байқауларға қатысу арқылы белгілі болды. Солардың бірі Славян базары халықаралық байқауында қазақстандық әнші 1-ші орынды иеленген еді. Сондай-ақ әміренің қазіргі таңда репертуарында айтшы жауабын, анашым, бақтым сынды біраз әндерде баршылық. Тыңдармандар арасында бұл композициялар жақсы танымал болғанымен, Ернардың ұсынған бейнебаяндары ел назарынан тыс қалуда. Мәселен, 2017 жылы айтшы жауабын әніне таспаланған бейнеклип бар болғаны 315 мыңнан астам қаралым ғана жинаған. Жалғыз қалдырды. Алайда Садырбаевтың бұл ерекше бейнебаянына көрермен тиісті жауабын бермеді. Ал аталмыш бейнеклиптің алдында ұсынылған анашым атты туындысы мүлдем назардан тыс қалған. Өйткені бұл туындысы 131 мың қаралыммен тоқтады. Анашым, бір өзіңе қарыздармын мәңгі. Анашым, жан анашым. Байқағандарыңыздай, жас әнші әміренің түрлі байқауларда жолы болғанымен бейнебаяндарына келгенде жағдай біраз басқаша. Алайда оның туындылары назарға ілігуге лайықты еді. Сондықтан бүгін Ернар Садырбаев шеруіміздің 5-ші орнына жайғасты. 4-ші орын. Продюсер Алла Қонарованың төрттігі Ринго тобы 4-шіде. Бойз бенд жұмыстарын 2006 жылы бастады және сол уақыттан бері төрттік отандық танымал сүйікті топтың біріне айналды. Ал 2016 жылы Ринго өздерінің 10 жылдықтарын атап өтті. Он үш жыл сахнада жүрген ринголықтардың бүгінгі таңда репертуарларында талай хит әндері баршылық. Алайда осыдан біраз уақыт бұрын топтың серілері шығармашылық жұмыстарын 2-ші орынға қойып, жеке өмірлеріне көп уақыт арнаған еді. Ал 2018 жылы олар өздерін көп күтіп қалған тыңдармандарына қайта оралып, бірден екі бейнебаянның тұсауына кіріседі. Солардың бірі Манет. Алайда топтың аталмыш жұмыстары бар болғаны 114 мыңнан астам қаралым ғана жинады. Артынша көп күттірмей төрттік неге деп аталатын композицияларына таспаланған кезекті бейнебаянын ұсынды. Жаным ау неге күндері түнде есіңнен кетпейсің, мәңгі елестейсің, неге айтшы неге. Бірақ бұл бейнеклипте 81 мың қаралым ғана жинайды. Бәлкім жігіттер 2 жыл бұрын ән хит болып тұрған кезде бейнебаян таспалағанда оның көрсеткіші басқаша болар ма еді. Дегенмен ринголықтардың туындылары халықтың назарына қатты ілікпегені таңғаларлық жағдай. Қалай болғанымен соңғы кездері топтың бейнебаяндағы көрсеткіші мәз емес. Сондықтан бүгінгі шеруімізде 4-ші орнына жайғасты. 3-ші орын. Бүгінгі қолатақтың иегері имиджіне тәжірибе жасаудан шаршамайтын Мақпал Исабекова. Мақпал әншілік мансабын 2005 жылы бастады. Ал оның сол жылы шыққан «Была ли любовь» туындысы тыңдармандар арасында хитке айналды.
Ал Ресейде өткен «Новая волна» байқауынан кейін әншінің танымалдылығы артты. Енді Мақпалды Ресейде де тани бастады. Сондай-ақ Исабекованың қоржынында танымал 3 үнтаспасы да бар. Жалпы Ару тыңдармандарын тек вокалмен ғана емес, сонымен қатар түрлі ашық образдармен де таң қалдырып отырады. Алайда 35 жастағы әншінің ашық-шашық образда түсірген бейнебаяндары соңғы кездері ел назарын өзіне аса қарата қоймады. Мәселен, 2014 жылы әншінің өнердегі құрбысы Дильназ Ахмадиева мен Қимадың әніне ұсынылған бейнебаяны бар болғаны 169 мыңнан астам қаралым жинады. Ал өткен жылы дәл осы секілді, бірақ одан да батыл образда түсірген «Любовь» атты бейнебаяны да бар болғаны 224 мың қаралым жинады. Алайда Мақпал Instagram парақшасында аталмыш жұмысына үлкен үміт артқан еді. Өйткені әнші желіде бейнебаян барысында түсірілген мынадай суретін жүктеп, өмірімдегі тағатсыздана күткен жұмыстарымның бірі деген жазба қалдырған болатын. Алайда Мақпал мен көрермендердің ойы бір жерден шықпады. Осылайша Исабекованың аталмыш бейнеклипі атына сай халықтың миллиондаған махаббатын жинай алмады. Ал бүгін біз Мақпалға алтын өлі бар қаралым сыйламасақ та шеруіміздің киелі 3-ші орнын тарту етеміз. 2-ші орын. Күміс тақта Орда тобының мүшесі Дастан Оразбеков. Дастан өзінің харизмасы, даусымен көптеген жанкүйерлердің жүрегін жаулай алды. Ордалық Дастан топтан бөлек халыққа актерлік, продюсерлік қырлармен де белгілі. Алайда Оразбековтың «ТТ» деген атауымен қолға алған жұмысы ұзаққа бармады. Оның басты себебін әнші арнамыздың «Шыны керек» бағдарламасында былай деп түсіндірді. Мен ағалық тарапымнан оларға не керек, соны істеп беруге тырыстым. Енді арада өзің бір бастық болып білмегеннен кейін, продюсер бола алмағаннан кейін бір менікі дұрыс деп айта алмай тұрғаным сол. Ал енді інішектердің бір нәрсесі қателік болды. Шыдам керек еді деп ойлаймын. Кейін продюсерлікті қойып, Дастан өзінің жеке шығармашылығына кірісті. Содан соң әнші тыңдармандарына жеке бейнебаяндарын ұсына бастады. Мәселен, Оразбеков жарына арнап «Сенің бейнең» атты туындысын жарыққа шығарды. Алайда 2016 жылы ұсынылған бұл туынды өнердегі досы әріптесі Айқынның бейнебаяндарындай миллиондаған қаралым жинаған жоқ. Тек бар болғаны 673 мың деген санмен шектелді. Ал 2018 жылы «Алау» композициясына ұсынылған бейнеклип 138 мың қаралым жинады. Алау, жалындай бер, кеудемде мәңгі. Алау, қолда мені, сөндірме оны. Байқағандарыңыздай, әншінің таспаланған бейнеклиптерінің қаралым саны өсудің орнына керісінше азаюда. Ал біз Дастанның аталмыш бейнебаяндарының көрермен назарына тиісінше ілікпегенін аңғарып, бүгін шеруіміздің 2-ші орнын тарту еттік. Тағы қай отандық әншінің бейнебаяндары көлеңке астында қалған атамас бұрын өткенге көз жүгіртейік. 5-ші орында бейнебаяндары назарсыз қалған Әміре. Алуа Қонарованың 4-тігі Ринго 4-шіде. 3-шіде үміті ақталмай қалған Мақпал Исабекова. 2-ші орында ордалық Дастан Оразбеков. 1-ші орын. Шеруіміздің 1-ші сатысында Ғалымжан Молданазардың бейнебаяндары. Ғалымжан эстрадада өзіндік музыкалық стилімен біраз ерекшеленетін әртістердің қатарында. Нақтырақ айтсақ, синти-поп. Сондай-ақ әнші тек қазақ тілінде әндер жазып орындайды. Молданазардың репертуарында Ақпен бірге, Өзің ғана, Алыстама, Жаным сол сынды көптеген белгілі туындылары бар. Дегенмен әншінің әндері халық арасында қанша танымал болғанымен, оның бейнебаяндарына келгенде барлығы керісінше.
Аталмыш бейнебаян 2018 жылы тамыз айында шағын мультипликациялық фильм ретінде ұсынылды. Алайда бұл бейнеклип бар болғаны 187 мың қаралым жинады. Сондай-ақ әншінің шығармашылығын жоғары бағалайтын тыңдармандар бұл туындының назардан тыс қалғанына көңілдері түсті. Жалпы Ғалымжан өзіне сай ерекше стилінен бөлек таспалаған бейнебаяндарында өзгеше етіп жасауға тырысады. Шағын бір сюжеттік желісі бар фильм секілді. Мәселен, сондай жұмыстарының бірі 2014 жылы ұсынылған «Кім ол» бейнеклипі. Әншінің кезекті бұл бейнебаяны да 428 мың қаралым ғана жинаған. Бір сөзбен айтқанда, Молданазардың ұсынып жатқан көптеген сапалы дүниелері әрдайым ел назарына ілікпей біраз көлеңкеде қалып жатады. Алайда бұл талант иесінің бейнебаяндары алтындай уақыттың бірнеше минутын бөлуге лайықты. Бірақ әншінің шығармашылығын түсіне білетін жандар әзірге аз. Сондықтан бүгін Ғалымжан шеруіміздің бірінші орнына жайғасты. Осымен сіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызды рейтингін анықтайтын кул тізбе тәмам. Егер өзіңіздің ұсынар бестігіңіз болса, әлеуметтік желілерде жаза отырыңыздар. Үздіктерді бірге анықтайық. Ендеше келесі кездескенше.